Армысыздар, ардақты ағайын, есімім менің Нәзира Сұлтан Мұратқызы. Біз бүгін сіздермен Абайдың 20-шы қара сөзін оқитын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгерілмейді. Пендеде бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе, оны адам өзі тапқан емес. Оған егер бір еліксе, адам баласы құтылмағы қиын. Қайраттанып, сілкініп тастап кетсең де, ақырында тағы келіп жеңеді. Ақылы түгел ойлы адамның баласы байқаса, осы адам баласының жалықпайтұғын нәрсесі бар ма екен? Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, кербездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да көңіл аз ба, көп пе жалығады. Оның үшін бәрінің ғайыбын көреді, баянсызын біледі. Көңілі бұрынғыдан да суи бастайды. Дүние бір қалыпты тұрмайды. Адамның қуаты, ғұмыры бір қалыпты тұрмайды. Әрбір мақұлыққа Құдай тағала бір қалыпты тұрмақты берген жоқ. Енді көңіл қайдан бір қалыпты тұра алады? Бірақ осы жалығу деген, әрнені көрем деген, көп көрген, дәмін, бағасын, бәрінің де баянсызын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. Соншалық ғұмырының баянсызын, дүниенің әрбір қызығының ақырының шолақтығын көрген білгендер тіршіліктен де жалықса болады. Бұлай болғанда ақымақтық, қайғысыздық та бір ғанибет екен деп ойлаймын. Абайдың 21-ші сөзі. Аз ба көп пе адам баласы біртүрлі мақтаннан аман болмағы қиын іс. Сол мақтан деген нәрсенің мен екі түрлісін байқадым. Біреуінің атын үлкендік деп атаймын. Біреуін мақтаншақтық деймін. Үлкендік адам ішінен өзін өзі бағалы есепке қылмақ, яғни надан атанбастығын, жеңіл атанбастығын, мақтаншақ атанбастығын, әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз, сұрамшақ, өсекші, өтірікші, алдамшы, кеселді осындай жарамсыз қылықтардан сақтанып, сол мінездерді бойына қорлық біліп, өзін ондайлардан зор есептемек. Бұл мінез ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі. Олар өзімді жақсы демесе мейлі білсін, жаман дегізбесе екен деп азаптанады. Екінші, мақтаншақ деген біреуі демесін демейді, десін дейді. Бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін, әрдайым не түрлі болса да десін деп азаптанып жүріп, демесінді ұмытып кетеді. Ұмытпақ түгілі әуелі секен деп ескермейді. Мұндай мақтаншақтардың өзі үш түрлі болады. Біреуі жатқа мақтанарлық мақтанды іздейді. Ол надан. Ләкин надан болса да адам. Екіншісі, өз елінің ішінде мақтанарлық мақтанды іздейді. Оның надандығы толық, адамдығы әбден толық емес. Үшіншісі, өз үйіне келіп айтпаса, я ауылына ғана келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтанды іздейді. Ол наданның наданы. Ләкин өзі адам емес. Жатқа мақталсам екен деген елім мақтаса екен дейді. Еліме мақталсам екен деген ағайыным мақтаса екен дейді. Ағайынның ішінде өзі мақтау іздеген өзімді өзім мақтап жетем дейді.